Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өзбек халқының сүйікті тағамы хамир хасиб деген тамағын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңшаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін. Ең алдымен ұнымызға тұзымызды, бір жұмыртқамызды және жылы суымызды құйып, жұмсақ қамыр илеп алуымыз керек. Қамырымыз өте жұмсақ, мантының және етке илегендей болу керек. Илеп болған қамырымызды 20 минутқа тындыруға қойып қоямыз. Салафан ішіне салып, қамырымыз тынғанша біз оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Оған тартылған етімізге пияздарымызды және алдын ала жартылай пісіріп алған күріштерімізді, одан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне начинкамыз дайын болды. Енді тынған қамырымызды өте жұп-жұқа қылып жаюымыз керек. Ол үшін біз ыңғайлығына қарап екіге бөліп алдым. Дөңгелектеп осындай форма жасап аламыз, өйткені қазір қамырымыз жұқа және тегіс болып шығады сонда. Онды себе отыра, осылай қолдың көмегімен жайып, біраз одан кейін оқтаудың көмегімен шетін баса отырып, жұп-жұқа қамыр жайып алуымыз керек. Міне қамырымызды жайып алдым. Мантыны кескендей 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Бір шетіне начинкамызды саламыз осылайынан барлығына. Одан кейін қазір видеодағыдай қамырларымызды түйеміз. Міне бір шетін ортасына қарай, екі жақ шетін қайырып, дәл видеодағыдай барлығын осылай жинап шығамыз. Міне тағы бір көрсетейін. Бір шетін осылай ортасына апарамыз, екі жақ шетін қайырып, орап, барлығын істеп жасап шығамыз. Достар, мен YouTube арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, қоңшаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге жақсы рецепттерді бөлісіп отыратын боламын. Міне, енді ыдысымызды майлаймыз, одан кейін ішіне жәнегі қамырларымызды салып шығамыз. Барлық қамырды жайып, осылайынан түйіп, манты пісіргандай 40-45 минутта пісіріп аламыз. Міне өзбек халқының хамир хасиб деген тағамы дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тағам өте дәмді, керемет болып шығады. Үстіне әдемілік үшін пияздарымызды және томат тұз салып, жақсылап қуырып алып, әсемдеп қойсаңыздар болады. Достар, мен YouTube арнамда басқа да керемет рецептің түрлері бар. Салаттардың, булочкалардың, торттардың рецептілері бар. Соларды қарап жасап көріңіздер және YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін.